Қызылордада 7 адамды кене шақты. Өңірдегі мамандар 115 елді мекенде зиянкестерден қауіп жоғары дейді. Өткен аймақ Конго-Қырым геморрагиялық қызбасының табиғи ошағында орналасыпты. Сондықтан өңдеу жұмысы 2 рет жүргізілмек. Санитариялық эпидемиологиялық бақылау департаментінің өкілдері бүгінге дейін жалпы 3000-нан аса кененің жиналғанын айтады. Оның 4-еуінің жұқпалы індет тарататын зиянкес екені анықталыпты. Осы шаралардың тиімділігін арттыру үшін тұрғындар назарына қора аула тазалықтарын қатаң сақтауды және қолайсыз елді мекендерде жүргізілетін өңдеу жұмыстары барысында мал бастары мен қора аулалардың толық дәріленуіне үй иелері тарапынан қатаң бақылау қажеттілігін еске саламыз. Тұрғындар арасында әсіресе далалық аймақта жұмыс істейтін мал шаруашылығы, егін шаруашылығымен айналысатын адамдар үшін аса қаупі арта түседі. Қанның қоры, тиісті емдеуге қажетті иммуноплазма дейді, осы КГЛ-мен ауырған науқастардың плазмасы, рибавирин препараты, осылар негізгі емі болып табылатын. Бокс бөлімшелері әрбір ауданда, облыстық жұқпалы ауруханасында барлығы дайын.